Мадридтік Реал ауыр жарақат алып қалған Тибо Куртуаның орнына кімді алатын болып шешті. Неймардың мансабы Сауд Арабия елінде жалғасуы мүмкін. Беллингемнің Реал сапындағы алғашқы голы. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюда ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Француздық шабуылшы Усман Дембеле Пари Сен-Жермен сапына ақыры ресми түрде ауысты. Клубтың баспасөз қызметінде мәлімденгендей, париждіктер футболшының трансфері үшін 50 миллион еуроны төлеген. Тараптар арасындағы жасалынған келісім шарт 2028 жылдың жазына дейін жарамды болып бекітілді. 26 жастағы шабуылшы Барсаның сапында 2017 жылдан бері өнер көрсетті. Каталондықтар Дембелені кезінде Дортмундтық Боруссиядан 135 миллион еуроға сатып алған болатын. Содан бері жалпы 185 матчтың қатысушысы болған Усман Дембеле 40 голды соғып және 43 голдық пас жасап көзге түсті. Испания Ла Лигасының алғашқы түрлі ойын аясында Мадридтік Реал сырт алаңда Атлетик Билбаодан 0-2 есебімен басым түсті. Патшалық командаға Родриго мен Джуд Беллингемнің соққан голдары сенімді жеңіс әкелді. Осылайша Реалдың осы жазда қымбатқа сатып алған ойыншысы Джуд Беллингем командадағы ресми кездесулердегі өзінің алғашқы голын соғып отыр. Чемпионатты сенімді жеңіспен бастаған мадридтіктер келесі турда Альмериямен жолығатын болады. Бұл матч 19 тамыз күні өтпек. Ағылшындық шабуылшы Харри Кейн Баварияның ресми түрдегі су жаңа ойыншысы атанды. Мюнхендік ұжымның баспасөз қызметінде жарияланғандай, трансфер сомасы 100 миллион еуроны құраған. Және бұл баға бонустарға байланысты тағы да 10 миллион еуроға дейін еселенуі мүмкін. Ойыншы мен клуб арасындағы келісім 2027 жылдың жазына дейін негізделді. Таралған мәліметтерге сәйкес ағылшындық шабуылшының немістік командадағы жалақысы жылына 25 миллион еуроны құрайды. Шабуылшы Тоттенхемнің негізгі командасында 2011 жылдан бері өнер көрсетті. Содан бері 435 матчқа қатысқан ол 280 гол және 64 голдық пасты еншілеген. Дегенмен осыншама уақыт аралығында ол шпорлардың сапында ешқандай да жүлдені жеңе алмады. Кеше Бавария суперкубоктық ойында Лейпцигтен 0-3 есебімен жеңіліп қалды. Осылайша Харри Кейннің ешқандай жүлдені жеңе алмай келе жатқан сәтсіздігі одан әрі қарай жалғасты. Арабтар чемпионатының кубогы турнирінің финалда ойыны қарсаңында Аль-Наср клубы Аль-Хиляльді 2-1 есебімен жеңіп чемпион атанды. 120 минуттан артық уақытқа созылған матчта Роналду 2 голды соғып көзге түсті. Осылайша португалдық шабуылшы соны 2021 жылдан бергі алғашқы жүлдесін жеңіп отыр. Ол кезде шабуылшы Ювентуспен бірге Италия кубогы турнирінде топ жарған еді. Сонымен қоса Криштиану арабтар чемпионатының кубогы турнирінің үздік бомбардирі атанды. Оның еншісінде 6 гол. Интердің шабуылшысы Лаутаро Мартинес осы жазда Сауд Арабиялық клубтарының сапына ауысуы мүмкін болғанын жасырмады. Маған саудиялық командалардан қомақты ұсыныстар келіп түскені бұл рас. Бірақ та мен осы жерде өте бақыттымын. Сондықтан өзгеріс жасауға ешқандай себеп жоқ. Оған қоса мен капитанмын. Интер менің екінші үйім. Бұл жерде болғанымның алғашқы күнінен бастап өзімді жақсы сезінемін. Деген екен аргентиналық шабуылшы инсайдер Фабрицио Романоға жеткізген сұхбатында. Өткен маусымда Италия чемпионатында 38 ойынға қатысқан Лаутаро 21 голды соғып және 6 голдық пас жасап көзге түскен. Ливерпульдің жартылай қорғаушысы Тиаго Алькантара жақын арада Сауд Арабиялық клубтың сапына ауысуы мүмкін. Илики баспасының ақпараты бойынша футболшыға Аль-Ахли командасының тарапынан тиімді ұсыныс келіп түскен. Олар ойыншыға жыл сайын 12 миллион еуроны төлеуге әзір делінуде. Айтып өтерлігі осы трансферлік терезе кезінде Ливерпульдің 3 ойыншысы Сауд Арабия чемпионатына ауысты. Атап өтер болсақ, олар Фабиньо, Фирмино, сондай-ақ Джордан Хендерсон. Өткен маусымда Мерсисайдтық командада Тиаго Алькантара 28 ойынның қатысушысы болған.
Оның клубпен келісім шарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Челсидің испандық қақпашысы Кепа Арризабалага жақын арада мадридтік Реалдан сапына ауыспақ. Осы жөнде тілші Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттарға сәйкес патшалық ұжым голкиперді 1 жылдық мерзімге жалға алу келісіміне келген. Алайда жалға алу мерзімі біткеннен кейін толыққанды түрде сатып алу құқығы болмайды. Реалдың сапында Кепа ауыр жарақат алып, қатардан ұзақ мерзімге шығып қалған Тибо Куртуаның орнын алмастырушы атанбақ. Негізінен Кепа Баварияның сапына ауысуы мүмкін болған еді. Алайда Реалға ауысу мүмкіндігі пайда болғаннан кейін ол бірде Мюнхендік клубпен жүргізілген келіссөздерді тоқтатқан көрінеді. Реалдан жаңадан алған ойыншысы Арда Гюлерге тізесінен алған жарақатына байланысты ота жасалынбақ. The Athletic басылымының мәліметіне сүйенсек, футболшыға оң жақ тізесінің шеміршегіне операция жасалу қажеттілігі туындап отыр. Бұл отадан соң түрік ойыншысының емделіп қалпына келу мерзімі шамамен 1,5 ай уақытта құрамақ. Мәресіне жеткен маусымда Фенербахче сапында 51 кездесу өткізген 18 жасар жартылай қорғаушы 9 голды соғып, және 12 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Оның патшалық клубпен келісім шарты 2029 жылдың жазына дейін жарамды. Бразилиялық шабуылшы Неймар PSG-ның сапынан кетуге өте жақын. Тілші Фабрицио Романоның ақпараты бойынша ойыншыға саудиялық Аль-Хилаль тарапынан керемет ұсыныс келіп түскен, және тараптар арасында келіссөздер жүргізіліп басталғанда екен. Дәл қазіргі сәтте Неймар мен PSG арасындағы келісім шарттың тоқтатылуы қарастырылып жатыр. Сонымен қатар Неймардың Барселонаға ауысуы мүмкін екендігі де айтылуда. Дегенмен каталондық клубтың финансты жағдайына байланысты бұл ауысымның орын алуы өте қиын. Ойыншының жеке өзі де өзінің бұрынғы командасына қайтып оралуды қатты қалайды. Барселонаның ойыншысы Серхи Роберто осы тұста Неймар жайында сөз қозғап өтті. Ол менің бұрынғы әріптесім және досым. Біз қаншама жылдар бойы жақсы сәттерді бірге бастан өткізген едік. Ол командада болған кезде біз барлығында жеңіп алдық. Және бұл менің Барселонадағы өткізген ең үздік жылдарымның бірі болды. Ол көптеген басқа ойыншылардан қарағанда ерекше, және мен оның бізге үлкен көмегін тигізе алатынына сенімдімін. Дегенмен шешімді мен қабылдамаймын. Неймармен әңгіме болды ма? Иә, болды. Ол Барсаға оралуға қуанышты болар еді. Деген екен испандық жартылай қорғаушы. Қазақстанда ойыншы Бахтиер Зайнутдинов түркиялық Бешикташ командасының сапына ауысуға өте жақын. Sports.kz сайтының деректеріне сүйенсек, мәскеулік ЦСКА мен Бешикташ клубы ортақ келісімге келіп үлгерген. Жуырда қазақ ойыншысы түрік клубымен 4 жылдық келісім шартқа отырады деп күтілуде. Айтып өтерлігі, тараптар біраз уақыт бойы нақты келісімге келе алмады, және тіпті Бахтиердің Бешикташқа ауыспауы үлкен сұрақтың астында болған еді. Дегенмен соңғы кездердегі жүргізілген келіссөздер оң нәтиже берген. Зайнутдинов ресейлік ЦСКАның сатында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Содан бері жалпы 85 матчтың қатысушысы болған ойыншы 7 голды соғып ерекшеленген. Осылайша қазақстандық футболшының Бешикташқа ауысқаны жуық арада ресми түрде жарияланатын болады. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.